Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Мен заңғор әлеміндегі жалғыз әйел. Мен бұл жерде билікпін және ешкім мені тоқтата алмайды. Каспийскінің қара суығы. Желтоқсан айы. Ресейдің қақ ортасындағы Орал тауларының баурайында орналасқан Каспийск қаласы. Термометр бағанасы 23 градусты көрсетіп тұрды. Бірақ бұл жай ғана суық емес-тін. Каспийскінің желі адамның терісін сыпырып, сүйегінен өтіп кететіндей үйітпей соғатын. Әсіресе темір тормен, тікенекті сымдармен қоршалған Ресейдегі ең қатаң режимдегі әйелдер колониясының ауласында бұл суық нағыз ажалдың деміндей сезілетін. Осы колонияның ең түкпіріндегі жылу мүлдем бармайтын ши-зонаның айыппұл оқшаулағышының тар камерасында бір әйел қимылсыз отырды. Оның үстіндегі жұқа сұр түсті түрме киімі мына мұздай ауа райында қағазбен тең еді. Бірақ ол қалтыраған жоқ. Ол мұздай темір төсекте аяғын айқастыра отырып, қабырғадағы кішкентай торлы терезеден түскен ай сәулесіне қарап, ойға шомып отыр. Оның есімі Зере, қылмыстық әлемде оны қара Зере деп атайтын. Жасы 42-де. Шашына ақ кіре бастаған, бет әлпетінде қаталдық пен терең ақылдың табы бар. Жанарынан ешқашан үрейді көре алмайтын сұсты әйел. Зере посткеңестік кеңістіктегі қылмыстық әлемнің тарихында заңдағы ұры, вор, законе, тәжін киген алғашқы және жалғыз әйел еді. Қылмыстық әлем ер адамдардың қаталдық пен қанның әлемі. Ол жақта әйелдерге құрметпен қарауы мүмкін, бірақ ешқашан билік бермейді. Алайда Зере бұл стереотипті бұзған болатын. 90-шы жылдардың аяғында қанды разборкалар кезінде ол өзінің гениалды ақыл ойымен, суыққандылығымен және ешқашан сынбайтын ерік жігермен ескі мектептің ең ірі криминал авторитеттерінің мойындауына ие болған. Ол ешкімді өз қолымен өлтірмеген, бірақ оның бір ғана сөзі тұтас бандалардың тағдырын шешетін. Ол ұрылардың опшагын, ортақ қазынасын басқарды, әділ сот болды, заңсыздыққа жол бермеді. Ол нағыз қара ханым еді. Бірақ қазір сол қара ханым Каспийскінің мұзды тозағында өлім жазасын күтіп отырғандай қамауда отыр. Сатқындық және жаңа ережелер. 2 күн бұрын колонияға жаңа бастық тағайындалған болатын. Майор Волков көздері ойнақшыған, ақша үшін анасын сатуға дайын жемқор офицер. Ол келген бойда Зерені жалпы барақтан суырып алып, осы мұздай шизоға жауып тастады. Себебін түсіндірген жоқ. Бірақ Зереге себептің қажеті де жоқ еді, ол бәрін ішкі инстинктімен түсініп отырды. Оның бостандықта қалған ең қас жауы, қылмыстық әлемдегі жаңа буынның өкілі, лақап аты Сапсан деген баскесер Волковты сатып алған еді. Сапсан ескі ұрылардың заңдарын, понятие, мойындамайтын, есірткімен және кісі өлтірумен айналысатын қаншер болатын. Зере оның жолын талай рет кескен. Енді Сапсан Зеренің түрмеде отырғанын пайдаланып, оның көзін бір жола құртпақшы болды. Зере тірі тұрғанда қылмыстық әлем Сапсанды толық мойындамайтын еді. Камераның ауыр темір есігі сықырлап ашылды. Ішке майор Волков пен 2 дәу күзетші кірді. Волковтың аузынан спирттің иісі бұрқырайды, үстіне қалың, жылы тон киген. Ол Зереге жоғарыдан төмен мысқылдай қарады. «Қалай, Зере ханым? Тәжіңіз басыңыздан мұздап түсіп қалған жоқ па?» деді Волков қарқылдап күліп. Зере орнынан тұрған жоқ. Ол көз қарасын терезеден Волковтың бетіне баяу аударды. Оның көзіндегі мұздай суықтық Волковтың күлкісін бір сәтке саптыйдырды. «Сенің артыңда кім тұрғанын білемін, Волков, Сапсан саған қанша төледі? Менің өмірімді қаншаға бағалады мына қорқақтар?» деді Зеренің қарлыққан, бірақ өте сабырлы дауысы. Бұл дауыста ешқандай жалыныш жоқ еді. Волков тісін қайрап оған жақындады. «Сенің уақытың бітті, Зере, ескі заңдар өледі. Ертең таңертең сені жалпы моншаға шығарады. Ол жақта Сапсанның тапсырысымен отырған 3 қанды бала қатын бар. Олардың қолдарында өткір қайрақ заточка болады. Камералар өшіріледі, күзетшілер сыртқа шығып кетеді. Сені сол жерде бауыздап тастайды. Өзара төбелестен қайтыс болды деп істі жаба саламыз». Волков рақаттана күлімсіреді. «Бірақ сенің таңдауың бар.
Егер қазір камера алдында тәжіңнен бас тартып, сапсанды өзіңнің орныңа мұрагер етіп мойындасаң мүмкін, сені тірі қалдырамын. Сен де жай ғана әйелсің ғой, Зере, өлгің келмейді ғой. Зере орнынан баяу көтерілді. Оның бойы Волковтан аласа болса да, оның мысы майорды еріксіз бір қадам артқа шегіндірді. Менің тәжім бұл жай ғана атақ емес, Волков, бұл менің өмірім, менің ар-намысым. Сапсан сияқты есірткі сатқыштар мен сен сияқты сатылған иттер ол тәждің салмағын көтере алмайды. Маған моншаларыңды дайындай беріңдер. Бірақ есіңде болсын, қасқырды торға қамауға болады, бірақ оның рухын сындыра алмайсың. Волков ашуға булығып күзетшілерге бұйрық берді. Жылу жүйесінің құбырын бұрап тастаңдар. Ол таңға дейін мұзға айналу керек. Ертең оның өлі денесін ғана сүйреп шығарасыңдар. Темір есік тарс жабылды. Камераның ішіндегі кішкене ғана жылу беріп тұрған жалғыз құбыр сытырлап суи бастады. 23 градустық су камераның қабырғаларына аққырау болып жабыса бастады. Мұзды тозақтағы шешім. Түн ортасы ауды. Зере камераның ортасында тұрды. Оның аяқ қолдары қатып, саусақтарының ұшы көгере бастаған еді. Адам ағзасы мұндай суыққа ұзақ төтеп бере алмайды. Оның үстіне ол таңертеңгі моншадағы ажалдың күтіп тұрғанын анық біледі. Ол жердегі 3 әйел оған сөзсіз шабуыл жасайды. Зере көзін жұмды. Оның көз алдына өзінің өткен өмірі елестеді. Ол қылмыс әлеміне өз еркімен келген жоқ еді. Оның күйеуі танымал бизнесмен болған, 90-шы жылдары ірекеттердің қолынан қаза тапқанда, жүкті кезінде Зере жалғыз қалды. Ол күйеуінің кегін алу үшін аяусыз соғысқа кірді. Ол бандиттерді бір-біріне айдап салып, ақылмен бүкіл жүйені басып алған болатын. Сол үшін оған ұры атағы берілді. Бірақ ол қылмыстық әлемде жүрсе де, әрқашан адамдық бейнесін сақтап қалған жалғыз авторитет еді. Мен осылай өлуім керек пе? Бір сатылған майор мен қорқақ баскесердің қолынан ба деп ойлады Зере іштей. Жоқ, ол көзін ашты. Оның жанарында үмітсіздік емес, өмір сүруге деген жабайы, адам сенгісіз құштарлық оянды. Каспийскінің тарихында қыстың ортасында 23 градус суықта ешкім ешқашан қашып шыққан емес. Қашқан күннің өзінде айнала қалың орман, қардың қалыңдығы адамның белінен келеді. Қашқындар не суықтан қатып өледі, не із кесуші иттерге жем болады. Бірақ Зере таңертең өлетінін нақты білді. Оның алдында екі-ақ таңдау қалды. Моншада пышақталып өлімсе бостандыққа қарай. Ол екінші жолды таңдады. Ол қашады. Бүгін түнде. Ажалды алдау, мидың іске қосылуы. Зере камераны көзімен мұқият тінтіп шықты. Қабырғалар қалың бетоннан құйылған. Есіктегі терезе, кормушка сыртынан жабық. Бірақ төбеде бұрышта кішкентай, көлемі 40-40 сантиметр болатын желдеткіш вентиляция торы бар еді. Тор 4 тот басқан бұрандамен бекітілген. Кәдімгі әйел ол торға бойы жетпес еді, әрі бұранданы бұрайтын ештеңесі болмас еді. Бірақ Зеренің миы басқаша жұмыс істейді. Ол күн сайын серуенге шыққанда, немесе камерада отырғанда ешбір детальды назардан тыс қалдырмайтын. Ол өзінің аяқ киімінің, түрменің дөрекі бәтеңкесі, табанындағы кішкентай темір пластинаны, супинаторды, 2 апта бойы тасқа үйкеп, өткірлеп, өзіне жасырын бұрауыш, отвертка жасап алған болатын. Бұл түрмедегі ең басты ереже әрқашан дайын болу. Зере мұздай темір төсекті бөлменің бұрышына, желдеткіштің дәл астына сүйреп әкелді. Төсектің үстіне шығып қолын созды. Иә, дәл жетеді. Ол аузына жасырған темір пластинасын шығарып, тот басқан бұрандаларды бұрай бастады. Саусақтары үсіп қансырап жатса да, ол тоқтаған жоқ. Әрбір қимылы ауырсындырады, бірақ өлім қорқынышы оған адам сенгісіз күш берді. 1 сағаттық арпалыстан кейін 4 бұранды да жерге түсті. Темір торды ақырын алып төсекке қойды. Желдеткіштің іші қап-қараңғы, одан мұздай жел гүлдеп соғып тұр еді. Бұл құбыр колонияның жылу трассасымен қатарласып, ескі қазандыққа, котельная аппаратының, Зере ғимараттың сызбасын, планын жаттап алған кезден білетін.
Зере жұқа күртешесінің жағасын көтеріп тар құбырға басын сұқты. Ол иығын сығымдап, жұлдыз құрт, гусеница сияқты қараңғы құбырдың ішіне қарай тартыла бастады. Ол артына қарамады. Оның артында өлім, ал алдында мұзды тозақ арқылы өтетін бостандық күтіп тұр еді, темір шектердегі арпалыс. Тар, қараңғы желдеткіш құбырының іші нағыз көр сияқты еді. Зере оң иығын алға беріп, шынтақтар мен темірді тірей, жыланша алға қарай жылжып келе жатты. Құбырдың қабырғалары мұздай суық, ал бетіндегі қалың шаң мен тот оның тынысын тарылтып, өкпесін қысып барады. Түрменің жұқамақта жейдесі суық темірге тиген сайын денесін қарып, терісін тіліп жатты. Әрбір метр алға жылжу үшін ол бар күшін сарқа жұмсады. Құбыр ішіндегі қараңғылықтан оның көз алдына елестер келе бастады. Осыдан 20 жыл бұрын күйеуі қайтыс болған түн. Жер төледе жасырынып қансырап жатқан кезі. Сол кезде де оның жанында ешкім болған жоқ. Ол өзін өзі құтқарған. Зере тістерін қайрап басын шайқап жіберді. Елестерге берілме, қара Зере, егер қазір тоқтасаң, таңертең өлігіңді табат деп өзіне іштей бұйрық берді. Шынтақтар мен тізелері қанға боялды, бірақ ол ауырсынуды сезбеуге тырысты. Кенет алдыңғы жақтан әлсіз жарық пен будың иісі сезілді. Бұл колонияның ескі қазандығы, котельная. Ол құбырдың бойымен төмен қарай қиғаштай түсіп, темір тордың саңылауынан төменге көз тастады. Қазандықтағы қауіп және жан сауғалау. Төменде үлкен көмір пештері гүрілдеп жанып тұр. Бөлме іші ыстық әрі ылғалды. Пештің жандағы ескі креслода түрме формасындағы бір ер адам, колонияның от жағушысы, кочегар, ұйықтап жатыр екен. Ол да сотталғандардың бірі. Оның қасында ілгіште қалың мақталы бушлат, түрменің қыстық күртешесі және үлкен былғары етік тұр. Бұл киімдер Копейскінің 23 градустық суығында алтыннан да қымбат еді. Зереге дәл осылар керек. Ол желдеткіш торын ақырын итеріп, бұрандалары бос тұрғандықтан оны үнсіз ғана жерге түсірді. Өзі де мысықша секіріп, қазандықтың ыстық еденіне қонды. Оның аяғы ауырсынып кетсе де, дыбыс шығармады. Ол ұйықтап жатқан кочегарға жақындады. Егер ол оянып кетсе, дабыл қағатыны сөзсіз. Зере үстел үстінде жатқан ауыр темір көсеуді кочерга қолын алды. Егер шарт болса, ол ұруға дайын еді. Бірақ кочегар қатты қорылдап жата берді. Зере ілгіштегі қалың бушлатты жұлып алып үстіне ілді. Ер адамдардың етігі оған 2 өлшемге үлкен болса да, аяғындағы жұқа бәтеңкені шешіп, етіктерді киіп алды. Үстел үстінен бір қорап сіріңке мен пышақты да қалтасына сұғып үлгерді. Енді ең қиыны сыртқа шығу. Ол қазандықтың артқы есігін ақырын ашып, қараңғы аулаға қадам басты. Ажал периметрі және тікенекті сым. Сыртқа шыққан бетте Копейскінің аяздай қаритын суық желі оның бетіне қамшымен ұрғандай болды. 23 градус аяз деміңді ішіңе қатырып тастайды. Бушлат пен етік болмағанда ол 10 минутқа да шыдамас еді. Зере бағананың көлеңкесіне тығылып, айналаны шолып шықты. Айнала биіктігі 4 метрлік бетон дуал. Оның үстінде спираль тәрізді өткір, егоза, тікенекті сымы тартылған. Бұрыштарда қарулы күзетшілер отырған мұнаралар бар. Олардың қуатты прожекторлары ауланы кезек-кезек тінтіп өтіп жатыр. Зере серуенге шыққан күндері күзетшілердің ауысымын, прожекторлардың қозғалыс ырғағын мұқият зерттеген еді. Екінші және үшінші мұнараның арасында қазандықтың көлеңкесі түсетін шағын өлі аймақ, слепая зона бар болатын. Прожектор бұл жерден өтіп келесі айналымға келгенше тура 45 секунд уақыт кетеді. Жарық сырғып өткен сәтте Зере орнынан атып тұрып, бетон дуалға қарай тұра жүгірді. Қардың қалыңдығы оның қозғалысын баяулатса да, ол алға ұмтылды. Дуалға жеткен бойда ол қабырғадағы кірпіштердің ойығына аяғын тіреп, жоғары қарай өрмелей бастады. Саусақтары үсіп қатып қалғандай болса да, ол ар намысымен, өмірге деген құштарлығының күшімен денесін жоғары тартты. Ол дуалдың үстіне, тікенекті сымның дәл түбіне жетті. Егоза бұл қарапайым сым емес, ұстарадай өткір темір лезвиялары бар ажал торы еді. Зере үстіндегі қалың бушлатын шешіп, сымның үстіне тастады. Бұл оған уақытша көпір болуы тиіс. Ол сымның үстінен асып түсіп бара жатқанда, прожектордың жарығы жақындап қалған еді. Секірер сәтте сымның бір өткір ұшы оның балтырын тіліп өтті.
Жан түршігерлік ауру сезімі денесін қуалап өтсе де, Зере дыбыс шығармады. Ол төменге, сыртқы жақтағы қалың қардың үстіне гүрс етіп құлады. Қан қарды қызылға бояй бастады. Бірақ ол сыртта еді. Ол колонияның дуалынан асып түсті. Ақ тозақтың қойнауы және дабылдың үні. Зере қардың ішінен әрең көтерілді. Оның аяғы ақсап, қаны тоқтамай жатты. Бушлаты дуалдың үстінде қалғандықтан ол қайтадан жұқа жейдемен қалды. Алдында шексіз, қап-қараңғы, қар басқан тайга орманы жатыр еді. Жел уілдеп ағаштардың бұтақтарын сындырардай соғып тұр. Ол тістерін қайрап, орманға қарай малтығып жүре бастады. Егер осында тұра берсе, 5 минутта үсіп өлетінін білді. Ол тоқтамау керек. Ол орманның ішіне 50 метрдей кіргенде, кенеттен оның артындағы колония жақтан құлақ тұндыратын жан түршігерлік сирена даусы ойнап кетті. Дабыл бүкіл Копейскіні оятқандай болды. Волков түн ортасында камераны тексеруге бұйрық бергені анық. Олар камераның бос екенін, қара Зеренің жоқ екенін көрді. Алыстан иттердің үргені, күзетшілердің айқайлаған дауыстары, қар үсті көліктерінің, снегоход моторларының гүрілі естіле бастады. Олар аңшылыққа шықты. Ал Зеренің қолында тек қазандықтан алған пышақ пен сіріңке ғана бар еді. Оның соңынан қарулы жасақ пен аш төбеттер келе жатыр. Ақ тозақ ішіндегі нағыз өмір мен өлім күресі енді ғана басталған еді. Иттердің үні және қанды із. Түнгі тайганың іші қараңғы әрі үрейлі еді. Биік қарағайлардың бұтақтары ауыр қардың салмағынан майысып, жел соққан сайын ажалдың бесігіндей тербеледі. 23 градус аяз Зеренің жұқа түрме жейдесінен өтіп сүйегіне дейін жеткен. Оның әрбір алған демі өкпесін ұстарамен тіліп жатқандай сезілді. Аяғындағы екі өлшемге үлкен от жағушының, кочегардың етігі қарға батқан сайын ауырлап, жүрісін қиындата түсті. Бірақ ең қорқыныштысы суық емес еді. Артта колония жақтан келе жатқан неміс овчаркаларының шәуілдеген жабайы үні желмен бірге жақындап келе жатты. Олар ізге түскен еді. Зере тоқтап артына қарады. Аппақ қардың үстінде оның тікенекті сымға жыртылған балтырынан тамған қып-қызыл қанның іздері ап-анық көрініп тұр. Иттер үшін бұл ең оңай нысана. Қанның иісі оларды тура оның алқымына алып келері сөзсіз. Егер ол қанын тоқтатпаса, иттер оны 10 минуттың ішінде қуып жететін еді. Ойлан, Зере, ойлан деп бұйырды ол өзіне қалтыраған тістерін қайрап. Ол алдағы қалың қарағайдың түбіндегі кішкентай қуысқа, ағаш тамырының астындағы шұңқырға қарай ұмтылды. Оған тез арада қанды тоқтату керек. Ол қалтасынан қазандықтан ұрлап шыққан бір қорап сіріңке мен тот басқан пышақты шығарды. Бұл әдісті ол 90-шы жылдары Шешен соғысынан келген бір жалдамалы қаруласынан естіген болатын. Ашық жараны тоқтатудың жалғыз жолы оны күйдіру. Зере түрме жейдесінің жеңінен бір қиынды жыртып алды. Оны пышақтың жүзіне орап, сіріңкені тұтатты. Шүберек лаулап жана бастағанда ол оның үстіне қар тастап, матаны бықсытып шоққа айналдырды. Содан кейін пышақтың қызған ұшымен бықсыған матаны өзінің балтырындағы ашық жараға бар күшімен басты. Етінің күйген иісімен жан төзгісіз, миды жарып жіберердей ауырсыну бүкіл денесін ток соққандай дірілдетті. Зере шыңғырып жібермеу үшін қарды уыстап алып, аузына тығып тістеп жатты. Оның көзінен жас ыршып кетті, бірақ ол бірде-бір дыбыс шығармады. Ол қара Зере еді. Оның ерік жігері тәннің ауырсынуынан 1000 есе күшті болатын. Жара күйіп қан тоқтады. Енді қанның иісі жоқ. Бірақ иттер оның ізін бәрібір қардан таба алатын еді. Оған ізін жасыратын жер керек. Мұзды өзен және суықтың ұйқысы. Зере орнынан сүйретіліп әрең тұрды. Ол тайганың географиясын іштей еске түсірді. Колониядан 3 шақырымдай жерде Миас өзенінің бір тармағы ағып өтетін. Су мен мұз иттердің иіс сезу қабілетін толықтай жоятын жалғыз жол. Ол бар күшін жинап өзенге қарай бет алды. Жарты сағаттық тозақтай қиын жүрістен кейін ағаштар сиреп алдынан жалтыраған мұзды өзен көрінді. Өзеннің беті қатып қалғанмен астындағы судың гүрілі естіліп тұрды. Зере өзеннің мұзына түсті. Оның беті айнадай тайғақ, үстіндегі қарды жел ұшырып әкеткен екен. Ол мұздың үстімен жүгірмекші болды, бірақ аяғы тайып құлап түсті. Дәл осы сәтте оның денесін гипотермияның,
суық өтудің ең қауіпті кезеңі билей бастаған еді. Суық енді ауыртпайтын болды. Керісінше, оның бойына түсініксіз бір жылу тарай бастады. Көз қабағы ауырлап ұйқысы келді. Бұл ажалдың ең алдамшы, ең тәтті бесігі еді. Осы жерде сәл ғана демалайын. Бірақ минут деген ой оның миын торлай бастады. Ол мұздың үстіне жата кетті. Көз алдында қайтадан елестер пайда болды. Елесте. Ол әдемі мейрамханада отыр. Үстінде қара барқыт көйлек, алдында ыстық шай. Оған қарама қарсы күйеуі күлімсіреп қарап тұр. Сен шаршадың, Зере, кел, ұйықта. Бәрі артта қалды, дейді күйеуі оған қолын созып. Кенет мұздың астынан шытыр еткен дыбыс естілді. Бұл дыбыс Зерені елестен жұлып алды. Ол көзін ашты. Жоқ, ол мейрамханада емес. Ол Каспийскінің орманында, өлімнің аузында жатыр. Ол өзінің жай ғана әйел емес, заңдағы ұры екенін есіне түсірді. Сапсан мен Волков оның өлігіне қарап күліп тұрғанын елестеткенде, оның ішіндегі кек пен намыс суықты жеңіп шықты. Мен сендерге бұл қуанышты сыйламаймын. Иттер, деп ырылдады Зере, мұзды тырнап орнынан тұрып. Ол өзеннің бойымен қарсы ағысқа қарай із қалдырмай жүре бастады. Аңшының келуі және қараңғыдағы жекпе-жек. Кенет өзеннің жағасындағы орманнан қар үсті көлігінің, Снегоходтың гүрілі естілді. Оның қуатты фарасы ағаштардың арасынан өзенге қарай түсті. Бұл колонияның күзетшілерінің бірі еді. Иттер ізін жоғалтқан соң, күзетшілер топ-топқа бөлініп айналаны тінтіп жатқан болатын. Снегоходтағы күзетші 2 метрлік дәу жігіт, үстіне қалың тулып, қой терісінен тігілген тон, басына құлақшын киген, қолында Калашников автоматы бар. Ол өзеннің жағасына келіп тоқтады да, моторын сөндіріп, жан-жаққа қолшаммен, фонармен қарай бастады. Зере өзеннің биік жағалауының, қалың қар басқан бұтаның астына тығылып үлгерген еді. Оның жүрегі кеудесін жарып шығардай соғып тұр. Егер күзетші оны көріп қалса, бірден атып тастайды, немесе басқаларын рациямен шақырады. Оған тығылу жеткіліксіз еді, оған күзетшінің қалың тоны мен Снегоходы керек болды. Тірі қалудың басқа жолы жоқ. Күзетші қолшамын Зере тығылған бұтаға қарай бағыттады. Кім бар ол жерде? Шық, атамын, деп бақырды ол, автоматының оқшатарын сырт еткізіп. Ол қардағы бірдеңені байқап, Снегоходтан түсіп бұтаға қарай жақындай бастады. Зере демін ішіне тартты. Оның қолында тек қазандықтан алған кішкентай, тот басқан пышақ қана бар. Алдында автомат асынған 2 метрлік күзетші. Күзетші бұтаның жапырақтарын қолымен қайырған сәтте. Зере қардың астынан атылған барыстай алға ұмтылды. Ол пышақты күзетшінің кеудесіне емес, тулып пышақты өткізбейтін еді, дәл оның қолындағы автоматтың қайысынан ұстап, қаруды төмен қарай бар күшімен басып қалды. Күзетші күтпеген шабуылдан тепе-теңдігін жоғалтып алға қарай құлады. Зере оның арқасына секіріп мініп, пышақтың сабымен оның шүйдесінен қатты ұрды. Бірақ күзетшінің басындағы қалың құлақшын соққыны жұмсартып жіберді. Дәу еркек ақырып, Зерені үстінен лақтырып жіберді. Зере мұздың үстіне күрс етіп құлады. Күзетші автоматын көтеріп, Зерені көздеді. Сенің ажалың жетті, қатын, деп ырылдады ол. Бірақ ол шүріппені басып үлгергенше, Зере мұздың үстіндегі етігімен оның тізесінен бар күшімен теуіп үлгерді. Мұз тайғақ болғандықтан күзетшінің аяғы екі жаққа кетіп, ол шалқасынан қатты құлады. Оның басы мұзға тарс етіп соғылып, автоматы қолынан ұшып кетті. Зере найзағайдай жылдамдықпен оның үстіне мініп, пышағын күзетшінің тамағына тақады. Күзетші есін жартылай жоғалтып, қорқыныштан көздері шарасынан шықты. Үніңді шығарсаң, бауыздаймын, деді Зере мұздай дауыспен. Бұл дауыста адамдық аяушылық жоқ еді. Ол нағыз жыртқыштың үні болатын. Күзетші қалтырап, басын изеді. Зере оның қалың тулупын, құлақшынын және жылы қолғабын шешіп алды. Содан кейін оның рациясын суырып алып, суға лақтырып жіберді. Күзетшіні шешіндіріп, оны өзінің жұқа түрме киіммен қардың үстіне тастады. Ол жақта суық, майор Волковқа айтарсың, деді Зере күзетшінің автоматын иығына асып. Ол жылы тулупты үстіне кигенде өмірге қайта келгендей болды. Ол Снегоходқа мініп кілтін бұрады. Мотор гүрілдеп оталды.
Зере күзетшіні аяусыз суыққа тастап, өзеннің бойымен қараңғы тайганың түкпіріне қарай зымырай жөнелді. Үміт сәулесі, орманшының үйшігі. Снегоходпен 2 сағатта жүргеннен кейін бензин таусылуға таяды. Тайганың іші қалыңдап, ағаштардың арасынан жүру мүмкін болмай қалды. Зере снегоходты бір сайдың ішіне жасырып, үстіне қар жауып тастады да, жаяу жүруді жалғастырды. Таң атып келе жатты. Аспан сұрланып, суық бұрынғыдан да күшейе түсті. Зере қалың тулыптың ішінде болса да, оның күші сарқылып біткен еді. Аш, қансыраған, 2 күн бойы ұйықтамаған әйелдің аяғы кібіртіктеп, жүрісі баяулады. Ол тағы да қарға құлап түсті. Бұл жолы тұруға шамасы келмейтіндей сезінді. Ол көзін жұмып демін ішіне тартты. Кенет, оның мұрнына түтіннің иісі келді. Бұл елес пе? Ол басын көтеріп алға қарады. Ағаштардың арасынан шамамен 200 метрдей жерде кішкене ағаш үйшік, избушка көрінді. Үйшіктің мұржасынан будақтап түтін шығып жатыр. Оның терезесінен сарғыш, жылы жарық түсіп тұр. Бұл аңшылар немесе орманшылар лесник түнейтін жалғыз үйшік еді. Зере бар күшін жинап, сол үйшікке қарай еңбектей бастады. Ол есікке жетіп тұтқасын ұстағанда, іштен ер адамның жуан дауысы естілді. Кім бұл? Орныңнан қозғалма, атып тастаймын. Есік сықырлап ашылды. Босағада қолына қос ауыз мылтық ұстаған, сақалы өскен, қабағы қатулы егде жастағы аңшы тұр еді. Ол алдында қару асынған, үсті басыған, қалың күзетшінің тулупын киген Зерені көріп шошып кетті. Зере оған қарап, жымимақшы болды, бірақ оның есі шығып, көз алды қарауытып, аңшының аяғының астына гүрс етіп құлап түсті, оттың табы және азапты ояну. Зере есін жиғанда, ең бірінші сезінгені төзгісіз, сүйекті қақырататын ауырсыну еді. Түсіп қалған аяқ қолдарына қан жүгіре бастағанда, денесін мыңдаған ине шаншығандай болды. Ол ыңырсып көзін ашты. Төбеде ескі ағаш бөренелер, алқасында пеште лаулап жанып жатқан оттың сарғыш жарығы көрінді. Бөлменің ішінде қарағай бүрінің, кептірілген шөптердің және ыстық шайдың иісі бұрқырайды. Ол өзінің қалың аю терісінен жасалған көрпеге ораулы жатқанын түсінді. Үстіндегі мұз болып қатқан түрме жейдесімен күзетшінің тулупы шешіліп, пештің жанына ілінген екен. Оның балтырындағы күйген және тікенекті сым тіліп түскен жарасына қандай да бір иіс май жағылып, таза шүберекпен таңылыпты. Ол басын бұрды. Пештің жанындағы кішкентай ағаш үстелде бағанағы сақалды шал отыр. Ол Зеренің жаңағы күзетшіден тартып алған автоматын бөлшектеп, майлап, тазалап жатыр екен. Үстелдің үстінде шалдың өзінің қос ауыз мылтығы, двустволка да жатыр. Ояндың ба, ажалдың келіні? Деді шал оған бұрылып қарамастан, автоматының бекітпесін, затворын сырт еткізіп. Оның дауысы қарлыққан, бірақ өте сабырлы еді. Зере орнынан тұрмақшы болып еді, бүкіл денесі құрсып қалғанын сезіп, қайтадан төсекке құлады. Мен қайдамын? Сіз кімсіз? Деді Зере тамағы кеуіп. Оның дауысы әрең шықты. Шал орнынан тұрып, темір кружкаға пештің үстіндегі шайнектен қайнатпа құйды да Зереге әкеліп берді. Бұл тайганың шөбі. Қаныңды жылтат, деді ол. Шалдың жүзі қатал болғанымен көздерінде адамдық мейірімнің ұшқыны бар еді. Менің атым Степан, бұл менің аңшылық үйшігім. Ал сенің кім екеніңді білу маған қиынға соқпады. Үстімдегі жұқа киім Копейскінің әйелдер зонасыныкі. Ал мына қанға боялған тулуп пен автомат сол жақтың күзетшісінікі. Сен колониядан қашқансың. 23 градус аязда. Зере шайды ішіп, ішіне жылу тарағанын сезінді. Ол Степанның көзіне тіке қарады. Ол қылмыстық әлемнің патшайымы ретінде адамдардың көзінен олардың ниетін жазбай танитын. Бұл шал оны полицияға тапсырайын деп тұрған жоқ. Оның жанарында билікке жүйелеген жек көрушілік тұрды. Мені неге ұстап бермедіңіз? Олар қашқын үшін жақсы ақша төлейді ғой, деді Зере кружканы қайтарып беріп. Степан үнсіз қалды. Ол терезеге барып қараңғы орманға көз тастады. Мен бұл орманда 40 жыл өмір сүріп келемін. Мен қасқырларды, аюларды, тіпті құтырған түлкілерді көрдім. Бірақ ең қорқынышты хайуан ол погон таққан адамдар, деді Степан ауыр күрсініп. Осыдан 5 жыл бұрын менің ұлымды сол Копейскінің лас полицейлері жала жауып түрмеге қамады.
Ол түрмедегі азаптауға шыдамай асылып өлді. Содан бері мен олардың формасын көрсем, жүрегім айниды. Сен олардан қашып шықсаң, демек, сенің ішіңде де сол жүйегі деген кек бар. Менің үйімде жаралы қасқырға орын табылады, бірақ жүйенің иттеріне орын жоқ. Зеренің тамағына өксік тығылды. Ол өмірінде ешкімге сенбеген, тек өз күшіне ғана сүйенген әйел еді. Бірақ мына қарапайым шалдың сөзі оның ішіндегі мұзды ерітіп жібергендей болды. Құлдырау мен күнә, тәждің салмағы. Зеренің дене қызуы көтеріліп, ол ыстығы шығып сандырақтай бастады. Оның жарасы қабынып, ағзасы стресспен күресіп жатқан еді. Ол қайтадан қалтырап көзін жұмды. Сол кезде оның түсіне өткен өмірінің елестері қайта оралды. Ол тағы да 1998 жылғы қанды разборкада тұр. Алдында тізерлеп тұрған бәсекелес топтың басшысы жалынып жатыр. Зере, кешір. Балаларым бар, дейді ол қансырап. Бірақ сол кездегі жас әрі қатыгез Зере тек қана қолын сәл төмен түсіреді. Бұл өлтіріңдер деген бұйрық болатын. Оның жігіттері әлгі адамды атып тастайды. Содан кейін Зереге қылмыстық әлемнің ең жоғарғы тәжі кигізіледі. Ол өзін жеңімпаз сезінген. Бірақ қазір түсінде сол тәж оның басын қысып қан ағып жатыр. Тәждің әрбір гауһар тасы ол өлтіруге бұйрық берген адамдардың көз жасы мен қанына айналған. Зере айқайлап оянып кетті. Оның маңдайынан суық тер бұршақтап ағып жатыр. Бөлмеде Степан оған алаңдап қарап отыр екен. Не көрдің? Тозақты ма? Деп сұрады шал ақырын. Зере терең дем алып бетін қолдарымен басты. Оның ішіндегі ең терең, ешкімге айтпаған сыры сыртқа шыққысы келді. Ол өмірінің соңы жақындағанын сезгендей, бәрін ақтарғысы келді. Мен тозақтың өзін жасаған адаммын, Степан, деді Зере даусы дірілдеп. Сен мені жүйенің құрбаны деп ойлайсың ба? Жоқ, мен сол қылмыстық жүйенің басында тұрғанмын. Менің лақабатым Қара Зере, мен заңдағы ұры деген тәжді киген жалғыз әйелмін. Менің бір бұйрығыммен талай адам жер жастанды. Мен ақша үшін, билік үшін бәрін жасадым. Степан оның сөзін бөлмеді. Ол отқа отын тастап үнсіз тыңдай берді. Бірақ бұл билік, бұл тәж маған не берді? Зеренің көзінен жас ыршып кетті. Оның тастай қатал жүрегі шытынаған еді. Күйеуім өлді. Балам болған жоқ. Мен өмірімді қан мен үрейдің үстіне құрдым. Ал соңында мен құрған жүйе, менің өз бауырларым сапса, мен оның тобы мені сатып кетті. Менің күнәм өте көп, Степан, мен Копейскіден жай ғана өмір сүру үшін қашқаным жоқ. Менің өмірім әлдеқашан біткен. Мен қателерімді түзету үшін сапсан сияқты хайуандарды тоқтатып, өз күнәмді өтеу үшін қаштым. Степан оған ұзақ қарап тұрды да, үстел үстіндегі автоматты Зеренің қасына келіп қойды. Құдай әркімге өз күнәсін өтеуге бір мүмкіндік береді, Қара Зере, бірақ сенің уақытың өте аз қалды. Аңшылықтың басталуы, иттердің үні. Дәл осы сәтте үйшіктің сыртынан алыстан иттердің шәуілдеген жабайы үні естілді. Бұл жай ғана қаңғыбас иттер емес еді. Бұл қанның иісін сезген, арнайы үйретілген түрме төбеттері болатын. Степан бірден орнынан атып тұрып терезеге жақындады. Ол мылтығының оқпанын ашып, ішіне екі үлкен патрон, картечь салды. Олар жақындап қалды. Шамамен 1 шақырым жерде. Снегоходтардың моторы естіліп тұр, деді шал терезенің саңылауынан қарап. Олар сенің өзендегі күзетшіні сұлатып түсірген ізіңді тапқан. Енді тікелей осы үйшікке келе жатыр. Зере бар күшін жинап орнынан тұрды. Оның аяғы сырқырап ауырса да, ол бушылатын үстіне іліп, автоматты қолына алды. Енді ол әлсіз әйел емес, бұрышқа тақалған, өлімнен қорықпайтын жауынгер еді. Степан, сен маған көмектестің. Мен саған қарыздармын. Бірақ бұл менің соғысым. Сен артқы есіктен шықта, орманға қарай қаш. Олар мені іздеп жүр. Егер сені осында қарумен көрсе, атып тастайды. Мен оларды осында ұстаймын, деді Зере автоматтың бекітпесін тартып. Бірақ шал мылтығын иығына асып, жымиып күлді. Мен бұл орманда ешкімнен қашқан емеспін, қызым.
Бұл менің үйім. Ал менің үйіме шақырылмаған қонақтар қарумен келсе, мен оларды лайықты қарсы аламын. Оның үстіне менің баламның кегі бар. Зере оның көзінен шегіну дегенді білмейтін нағыз тайгалық мінезді көрді. Ол шалмен дауласудың мәнсіз екенін түсініп басын изеді. Олар нағыз шайқасқа дайындала бастады. Қамалға айналған үйшік және ажал торы. Зере қылмыстық әлемде стратегиялық ақыл ойымен танымал болған адам еді. Ол үйшіктің ішін көзбен шолып шығып, жылдам бұйрықтар бере бастады. Степан, пештегі отты сөндір. Үйдің іші тас қараңғы болуы керек. Терезелердің алдына үстелдер мен бөренелерді қой. Олар мына ағаш қабырғаларды автоматпен тесіп өтеді. Еденге жатамыз. Ол қазандықтан әкелген бензин құйылған кішкентай канистрді есіктің алдына төгіп шықты да, оған дейін білте, шүберек тартып қойды. Бұл есікті бұзып кіргендерге арналған тозақ оты болатын. Сырттағы снегоходтардың гүрілі үйдің дәл алдына келіп тоқтады. Иттердің үргені құлақ тұндырады. Жарық прожекторлар үйдің терезелерін тінтіп өтті. Ол осында. Түтіннің иісі шығып тұр. Деген қатыгез, жуан дауыс естілді сырттан. Бұл майор Волковтың өзі еді. Ол Зеренің қашып кеткен үшін сапсаннан алатын ақшасынан айырылатынын біліп, өзі жеке қуғынға шыққан болатын. Зере, егер тірі болсаң, беріл. Үйді қоршап тұрмыз. Сенде ешқандай мүмкіндік жоқ, деп бақырды Волков рупормен. Берілсең, сені азаптамаймын. Жай ғана атамын. Үйдің ішінде өлі тыныштық. Зере еденде жатып, автоматын есікке қарай көздеп тұрды. Оның жүрегінің соғысы баяу, тынысы қалыпты. Ол өлімнен қорықпады. Ол өзінің күнәсін өтеу үшін мына сатылған хайуандардың бірнешеуін өзімен бірге тозаққа алып кетуге дайын еді. Степан, деп сыбырлады Зере қараңғылықта. Егер мен оққа ұшсам, сен қаш. Мен оларды бөгеймін. Шал үндемеді, тек мылтығының шүртпесіне саусағын қойды. Сырттан Волковтың бұйрығы естілді. Терезелерге атыңдар. Иттерді ішке жіберіңдер. Есікті бұзыңдар. Тарс, тарс, тарс. 10 шақты автоматтан шыққан оқ жаңбыры ағаш үйшіктің қабырғаларын елеуіштей тесіп өте бастады. Ағаш сынықтары жан-жаққа ұшып, бөлме іші оқ дәрінің иісіне толды. Дәл сол кезде үйшіктің ауыр ағаш есігі гүрс етіп сынып, ішке 2 үлкен неміс овчаркасы мен 3 қарулы күзетші басып кірді. Бұл Зере күткен сәт еді. Қош келдіңдер, тозаққа, деп арылдады қара Зере. Ол сіріңкені тұтатып, едендегі бензин сіңген білтеге лақтырып жіберді. Тозақ отының лаулауы және үрейлі шегініс. Сіріңкенің жалыны бензин сіңген білтеге тиген сәтте, үйшіктің табалдырығы күрсетіп, көз қарықтыратын қызыл сары отқа оранды. Бензиннің буы ауада тұтанып, есікті бұзып кірген 2 қарулы күзетші мен жабайы овчаркалардың дәл бетіне жалын болып атылды. Иттердің жабайы үрген дауысы жан түршігерлік қыңсылауға ұласты. От шарпыған хайуандар үрейден кері қарай, қарға қарай тұра қашты. Алдыңғы қатарда кірген 2 күзетшінің киімдері тұтанып, олар «Жаным-ай, от, көмектесіңдер» деп бажылдап, қаруларын тастай салып, қарға ұнап жанталаса бастады. Бөлме іші қою қара түтінге және бензиннің қаңсыған иісіне толды. Еденде жатқан Зере 1 секундты да босқа жібермеді. Ол күзетшіден тартып алған Калашников автоматының шүртпесін басып, жалынның арғы жағында, есік алдында тұрған Волковтың қалған адамдарына қарай оқ жаудырды. Тарс, тарс, тарс. Автоматтың гүрсілі үйшіктің ішін шайқап жіберді. Оттың арғы жағынан тағы бір күзетшінің ыңырсып құлаған дыбысы естілді. Қалғандары паникаға түсіп, снегоходтардың артына, ағаштардың тасасына қарай шегініп кетті. Сырттан Волковтың жын ұрғандай бақырған дауысы естілді. Шегінбеңдер, қорқақтар. Онда 2 адам. Үйді толық қоршаңдар. Артқы жағынан да атыңдар. Жанып жатқан қамал және орманшының ашуы. Үйшіктің ағаш қабырғаларына тиген оқтар жаңбырдай жауып жатты. Ағаш жаңқалары ұшып, терезелердің шынысы күл талқан болды. Оның үстіне есік алдындағы от енді үйдің құрғақ бөренелеріне тұтанып, төбеге қарай өрмелей бастады. Бөлменің іші дем жетпес ыстық әрі ысқа толды. Степан еденде жорғалап барып, терезенің саңылауынан сыртқа қарады.
Ол өзінің қос ауызды мылтығын, двустволкасын көздеп, снегоходтың артына тығылған күзетшінің біріне қарай шүртпені басты. Гүрс! Мылтықтың ірі картич оғы күзетшінің жасырынған ағашын жұлып түсіп, оның иығын талқандап кетті. Бұл сендерге балам үшін, деп арылдады Степан, мылтығын тез оқтап жатып. Ол Зереге бұрылды. Қызым, бұл үй қазір басымызға құлайды. От шатырға жетті. Егер осында қалсақ, тірідей жанамыз, немесе түтінге тұншығамыз. Зере автоматының бос оқжатарын, магазинін ауыстырып терең жөтелді. Түтін оның көзін ашытты. Мен оларға берілмеймін, Степан. Егер өлу керек болса, қолымда қарумен өлемін. Степан басын шайқап, бөлменің бұрышындағы ауыр кілемді жұлып тастады. Астында ескі, темір тұтқасы бар ағаш есік, люк көрінді. Бұл жай ғана жер төле емес. Бұл орманшылардың құпия жолы. Ол жер астымен 15 метрдей жүріп, артқы сайға, овраққа шығады. Ол жақта қалың орман. Тез түс төмен. Зере екі ойланбады. Ол люкті ашып, мұздай, қараңғы туннельге секіріп түсті. Степан оның артынан түсіп, үстіндегі есікті ішінен мықтап жауып, сырмасын, засып, салып қойды. Олар төмен түскен сәтте, үйшіктің жанып жатқан шатыры күрс етіп ортасына құлады. Егер олар тағы 10 секунд кешіккенде, тірідей отқа оранар еді. Қар астындағы жол және ажал оғы. Жерасты туннелі тар әрі дымқыл болатын. Олар тіземен жорғалап алға қарай ұмтылды. Төбелерінен үйдің жанып жатқан гүрсілі мен күзетшілердің тоқтаусыз атқан оқтарының дыбысы тұншығып естіліп тұрды. 5 минуттық арпалыстан кейін олар туннелдің екінші басына қалың бұталар мен қар басқан тік сайдың ішіне шықты. Сырттағы 23 градус аяз Зеренің бушылатына қарамастан, оның терлеген денесін лезде мұздатып жіберді. Олар әлі үйді атып жатыр. Олар бізді жанып кетті деп ойлайды, деді Зере ентігіп, сайдың шетінен басын сәл көтеріп. Жоқ, Волков оған сенбейді. Ол сенің сүйегіңді көрмейінше тоқтамайды. Біз терең орманға кіруіміз керек. Менің екінші жасырын снегоходым осыдан 2 шақырым жердегі үңгірде тұр. Соған жетсек құтыламыз, деді Степан, алға қарай қалың қарды омбылап жүріп. Олар сайдың ішімен жүгіре бастады. Қар белуардан келеді. Зеренің жаралы аяғы әр қадам сайын отқа қарғандай ауырады. Бірақ тістерін қайрап, шалдың артынан қалмауға тырысты. Кенет арт жақтан прожектордың жарығы орманды тіліп өтті. Волковтың 2 адамы мен 1 ит сайдың ішіне түскен еді. Олар құпия жолды тауып алған. Олар осында, сайдың ішінде, деп айқайлады күзетшілердің бірі рациямен. Сол сәтте орманның үнсіздігін бұзып, автоматтың ұзын кезегі, очередь атылды. Оқтар ағаш бұтақтарын жұлып түсіп, қарды бұрқыратты. Степан, жатыңдар, деп айқайлап үлгерді. Бірақ кеш еді. Оқтардың бірі Степанның оң жақ жауырыннан тесіп өтіп, кеудесінен бір-ақ шықты. Қарт аңшы ыңырсып, алға қарай қардың үстіне гүрсетіп құлады. Қан аппақ қарды лезде қызылға бояды. Степан. Зере оған қарай ұмтылып, оны бұтаның тасасына сүйреп әкелді. Ол шалдың жарасын қолымен басты, бірақ қан тоқтар емес. Оқ өкпені зақымдаған еді. Степан қан түкіріп, әрең дем алды. Ол Зеренің қолын қатты қысып ұстады. Болды. Қызым, менің жолым осы жерден үзілді, деді ол қарлығып. Жоқ, сен өлмейсің. Біз бірге кетеміз. Мен сені көтеріп апарамын. Зеренің дауысы дірілдеп кетті. Ол өмірінде ешкімді аямаған, ешкім үшін жыламаған қатал әйел еді. Бірақ мына бейтаныс, оған өмірін сыйлаған шалдың өлімі оның тастай жүрегін бөлшектеп жатты. Степан жымимақшы болды. Сенің күнәң көп, дедің ғой. Зере, менің де күнәм бар. Мен өз баламды сол жүйеден құтқара алмадым. Бірақ бүгін сені құтқардым. Сен тірі қал. Сапсанды құрт. Сол кезде менің де, сенің де қарызың өтеледі. Ол қалтыраған қолымен қалтасынан кішкентай кілтті шығарып, Зеренің қолына ұстатты. Ары қарай түзу жүр. Үлкен жартас бар. Соның астындағы үңгірде снегоход тұр. Қаш. Степан мылтығын қолына алды да сайдың шетіне қарай сүйретіліп барды. Мен оларды ұстаймын. Кет, дедім саған. Бұл бұйрық, қара Зере.
деп ақырды ол соңғы күшін жинап. Зеренің көзінен ыстық жас домалап түсті. Ол қылмыстық әлемнің патшайымы ретінде емес, жай ғана қарыздар адам ретінде шалдың маңдайынан сүйді де, орнынан тұрып, орманның түкпіріне қарай тұра қашты. Оның артында Степанның мылтығының гүрс еткен екі реткі дауысы және күзетшілердің айқайы естілді. Содан кейін бәрі үнсіз қалды. Степан өз өмірін құрбан етті. Енді Зеренің тірі қалудан басқа таңдауы жоқ еді. Қасқырдың оралуы Волковпен жекпе-жек. Зере орманның ішімен жарты сағаттай тоқтаусыз жүгірді. Оның өкпесі жарылып кетердей ашып, аяғындағы жарасы қанап жатты. Бірақ ол Степан айтқан үлкен жартасты тапты. Жартастың астындағы үңгірде шынымен де брезентпен жабылған, бақ толы ескі снегоход тұр еді. Ол құтылды. Бірақ дәл снегоходқа отырып кілтті бұрайын деп жатқанда арқасындағы бұтақтардың сытырлаған дыбысы естілді. Зере жалт бұрылды. Одан 20 қадамдай жерде, қалың қардың үстінде майор Волков тұр еді. Оның қасында ешкім жоқ, күзетшілері артта қалған көрінеді. Волков ентігіп Зереге тапаншасын кезеп тұр. Оның жүзінде ашу мен жеңімпаздық араласқан сұрқия күлкі бар. «Міне, сені де таптым, қашқын», деді Волков ентігіп. «Сен менің ең жақсы иттерімді өлтірдің. Ағаш үйшікті өртедің. Менің жігіттерімді мүгедек қылдың. Бірақ бәрібір менен қашып құтыла алмадың». Зере орнынан баяу тұрды. Оның автоматында оқ қалмаған еді. Қолында тек сіріңке мен қанды пышақ қана бар. Ол шалдың не жазығы бар еді, Волков? Ол жай ғана орманда өмір сүріп жатқан адам ғой, деді Зере мұздай суық дауыспен. Ол саған көмектесті. Жүйеге қарсы шыққанның бәрі өледі. Ал енді сен де өлесің. Мен сенің басыңды кесіп алып сапсанға апарамын. Ол маған уәде еткен миллиондарын береді. Волков тапаншасының шүртпесін тартты. Зере оған тіке қарады. Оның жанарында ешқандай үрей жоқ еді. Сен мені білмейсің, Волков, мен бұл тәжді басыма жайдан жай киген жоқпын. Мен өлімнен қорықпаймын. Бірақ сен ақша үшін өз жаныңды шайтанға сатқан қорқақсың. Ал қорқақтар әрқашан қателеседі. Волков күліп жіберді. Қандай қателік? Сенің қаруың жоқ. Сен қазір өлесің. Менің қателігім жоқ. Ал сенің қателігің, сен менімен тым жақын тұрсың, деді Зере. Волков бірдеңені түсінбей қабағын түйген сәтте, Зере қолындағы ауыр автоматты, оғы жоқ болса да, бар күшімен Волковтың бетіне қарай лақтырып жіберді. Ауыр темір қару Волковтың дәл бетіне тарс етіп тиіп, оның мұрнын сындырып, тапаншасынан оқты босқа, аспанға атып жіберуіне мәжбүр етті. Волков шалқасынан қарға құлады. Зере сол секундты пайдаланып алға қарай ұмтылды. Ол Волковтың үстіне қарғып мініп қалтасынан пышағын суырып алды. Волков есін жиып, Зеренің пышақ ұстаған қолын екі қолымен тіреп қалды. Екеуі қардың үстінде өлім мен өмір үшін арпалыса бастады. Майор күштірек еді. Ол Зерені аударып түсіріп, оның тамағынан қыса бастады. «Сені өз қолыммен тұншықтырамын, қаншық», деп ырылдады ол. Зеренің тынысы тарылып, көз алды қарауыта бастады. Бірақ оның көз алдына Степанның қанға боялған жүзі, баяғы қанды разборкалар, өзінің қателіктері келді. Ол өлуге құқығы жоқ еді. Ол өмір сүруі керек. Зере бос қалған екінші қолмен қардың астын сипалап, бағана Волковтың түсіріп алған тапаншасын тапты. Ол тапаншаны Волковтың бүйіріне тақап шүртпені басты. Гүрс! Волковтың көздері шарасынан шығып кетті. Оның қолы босаңсып, аузынан қан бұрқ ете түсті. Ол Зеренің үстіне ауыр салмақпен құлады. Қылмыстық әлемнің патшайымын ақшаға сатқан жемқор майор Копейскінің орманында, қардың астында өз ажалын тапқан еді. Зере оның денесін итеріп тастап, орнынан әрең тұрды. Ол ентігіп ауа қармады. Ол Волковқа қарап түкіріп тастады. «Бұл Степан үшін», деп сыбырлады ол. Ол снегоходқа отырып кілтті бұрады. Мотор гүрілдеп оталды. Оның алдында шексіз ақ жол, бостандық және сапсанмен болатын ең басты ақырғы шайқас күтіп тұр еді. Қара Зере оралды. Және ол енді ешкімді аямайтын болады. Ақ тозақтан қашу, тірі қалған елес. Снегоходтың моторы Копейскінің қараңғы орманын жаңғыртып алға қарай зымырап келе жатты.
Майор Волковтың өлі денесі артта қалың қардың астында қалды. Зеренің үстіндегі күзетшінің тулупы оны аяздан қорғағанымен көп қан жоғалтқандықтан оның көз алды тұманданып, есі кіресілі шығасылы болып келе жатқан. Оның миында тек Степанның "сен тірі қал. Сапсанды құрт. Сол кезде екеуміздің де қарызымыз өтелет" деген сөзі ғана жаңғырып тұрды. 3 сағаттық тоқтаусыз жүрістен кейін ағаштар сиреп, алдынан үлкен федералды тасжол, трасса көрінді. Зере снегоходты орманның шетіне қалдырып, тасжолға қарай сүйретіліп шықты. Таң атып қалған, жолда сирек жүк көліктері, фуралар өтіп жатыр еді. Ол қол бұлғап, ескі КамАЗ жүк көлігін тоқтатты. Жүргізуші үсті басы қан, қалтыраған әйелді көріп шошып кетсе де, оны кабинасына отырғызып, жылтып, жақын маңдағы қалаға дейін жеткізіп тастады. Жүргізуші оның кім екенін сұрамады. Орал тауларының заңы сондай еді. Артық сұрақ қойма, тек бүк. Осы күннен бастап Қара Зере ресми түрде өлі деп саналды. Капис колониясының басшылығы бұл масқараны жасыру үшін қашқын Зере тайгада үсіп өлді, денесін қасқырлар жеп кетті деген жалған рапорт берді. Қылмыстық әлем бұл жаңалықты естіп, біреулері қайғырса, енді біреулері, әсіресе Сапсан, жеңісін тойлап жатты. Бірақ олар қасқырдың өлмегенін, оның жарасын жалап, нағыз аңшылыққа дайындалып жатқанын білмеген еді. Көлеңкедегі дайындық және жыланның ордасы. Арада 3 ай өтті. Көктем шығып қар ерген шақ. Мәскеудің іргесіндегі ең қымбат элиталық жекежайлардың, особняктардың бірінде үлкен той болып жатты. Бұл Сапсанның жаңа қылмыстық империясының тәж кию, коронация рәсімі. Ол Капискіде Зеренің көзін құртқан соң, бұрынғы ескі ұрыларды қорқытып, бүкіл опшақты, ортақ қазынаны өз қолына алған. Сапсан есірткімен, қару-жарақпен айналысатын, ар-намысы жоқ, тек ақша мен қанды ғана мойындайтын жаңа буынның қаншері болатын. Жекежайдың іші толған қарулы күзет. Үлкен залда ұзын дастархан жайылып, Ресей мен ТМД-ның түкпір-түкпірінен келген криминал авторитеттер отыр. Төрде үстіне қымбат костюм киген, көздері шегір, тәкаппар Сапсан, ол қолындағы виски құйылған хрусталь бокалын көтеріп, сөз сөйлеп жатты. Ескі заңдар өлді, бауырлар. Зере сияқты түсінікпен, понятиемен өмір сүретін шал кемпірлердің уақыт өтті. Ол Капискінің қарына көміліп қалды. Енді бұл әлемді біз билейміз. Бізге тек ақша мен күш қана керек. Барлығы бокалдарын көтеріп шулап жатты.